Желдің бағыты тұрақты болып қалатын биік тауларда жылдың көп бөлігінде таудың бір бөктеріндегі орташа жылдамдық, жауын-шашын мөлшері қарама-қарсы бөктердегі жылдық орташа жауын-шашын мөлшерінен анағұрлым жоғары екендігі анықталды. Жел батыстан шығысқа қарай соғады деп есептейік. Бастапқыда таудың батыс бөктеріндегі теңіз деңгейіндегі ауа температурасы шамамен Цельсий шкаласы бойынша 30 градусқа тең деп аламыз. Қыздырылған ауа адиабаталық сығылып, жоғары көтеріледі. Осылайша әрбір 1000 метр сайын оның температурасы шамамен 5 градусқа төмендейді. 2000 метр биіктікте ауа қысымы мен температурасы ауадағы бу конденсацияланатын мәнге жетеді. Содан соң біршама аз жылдамдықпен көтерілетін бұлт түзіледі. Оның температурасы теңіз деңгейінен әрбір 1000 метрге жоғарылаған сайын Цельсий шкаласы бойынша 6 градусқа төмендеп отырады. Бұлтта конденсацияланатын су буының мөлшері жоғары болған кезде ол батыс бөктерге жаңбыр ретінде жауады. Таудың ең биік шыңына жетпей, бұлт түзетін ауа мен су буының температурасы қоршаған ортаның температурасынан кем болады. Дәл сол себепті шығыс бөктермен түсіп келе жатқан ауа баяу қызады. Әлі жаңбырға айналмаған бұлттың ылғалдылығы айтарлықтай аз болғандықтан ол булана бастайды. Осылайша таудың батыс бөктерінде тіркелген жауын-шашын мөлшері таудың шығыс бөктерінде тіркелген жауын-шашын мөлшерінен көп болады.